Ассаламуғалейкум, құрметті көрермендер, құрметті достар, құрметті подписчиктер, сетевиктер, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздермен мінекей Шерзат Муратович сіздермен связьда прямой эфирде отырмыз. Именно осы прямой эфир бүгінгі таңда, яғни қазір таңда предпринимательдер, яғни сетевиктер үшін керемет бір құрал, инструмент туралы бүгін айтатын болам. Соны мұқият тыңдаңыздар, өздеріңізге өте қажетті, керекті білімдерді алып қалудан шаршамаңыздар. Себебі қазіргі таңда кім развитиямен айналысады, кім постоянно білім алады, сол адам обязательно міндетті түрде өзінің арманына қол жеткізетін болады. Енді сетевой бизнес туралы әңгіме айтатын болсақ, сетевой бизнесқа мен өзім қалай келдім, қашан келдім, сол туралы қысқаша айтайын. Мен сетевой бизнесқа 2016 жылда қосылдым, март айында. Содан бері мінекей мен қазір таңда 3,5 жылдан бері сетевой бизнесті құрып келе жатырмын. Бірақ та сетевой бизнесті мен 3 жыл, почти что 3 жыл тек қана офлайн система беріп жатыр адамдарға. Офлайн системада сіз бірінші орында список знакомых жазуыңыз керек, ол міндетті. Бізге солай үйретті, біз солай үйрендік, ары қарай бізде талай адамға солай үйреттік. Яғни былайша айтқанда сетевой бизнесті офлайн құрған кезде міндетті түрде список знакомых жазу керек. Список знакомых жазбайсыз ба, сіз ешқашан былайша айтқанда карьера құра алмайсыз. Біз солай үйрендік. Содан бері 3 жылдан бері мен осылай список знакомыхпен жұмыс жасадым. Бірақ та былайша қарасаңыз, жұмыс болды, результат небольшой. Себебі менің артынан келген адамдар ол нәрсені қайталамады. Ол кісілерге список знакомых жазу деген, ол адамдарға звондау, қоңырау шалу, оларды шақыру деген, ол адамдарға мүлдем ұнаған жоқ. Содан кейін ақырындап ол адамдарды бұл бизнесті қоя бастады. Енді сіздерге айтарым, егер де действительно бизнес құрам десеңіздер, қазір 2019 жыл бізде мықты сетевойда интернеттің дамыған заманы. Егер де сіз интернетпен жақсылап үйреніп, интернетті дамытатын болсаңыз, күнделікте сол интернет арқылы бір өзіңізге керекті пайдалы бір нәрсені үйреніп, сетевойға сол үйренген нәрсеңізді, еңбегіңізді сіңіретін болсаңыз, сіз осы сетевойда успешный және жетістікке жеткен адам болып табыласыз. Енді қалай істейміз? Қалайсыздар ма? Сіздерде сондай бір желание бар ма? Вообще список знакомых жазбай, ешбір адамға қоңырау шалмай, ешкімді офисқа шақырмай, әлде болмаса біреудің үйіне бармай, үлкен бизнес құрғанды. Қалайсыздар ма сондай мүмкіншілікті қолға алғанды? Сондай мүмкіншілік бар деп ойлайсыздар ма? Қазір былай қарасаңыздар, қаншама сетевиктер сетевой компанияға келіп қосылып, осындай қиыншылықтарды жаңағыдай жеңе алмағаннан кейін сол бизнестен шығып кетіп, қазір сетевойға негативный оймен жүрген адамдар өте көп. Сондай адамдар. Мысалы, сіздің окружениеңізде де бар сондай адамдар. Қаншама адамдар бар сондай. Егер де сіз өзіңізді сондай қазіргі сол интернет арқылы сіздер онлайн ретінде бизнесті құратын болсаңыздар, ертең сіздің артыңыздан ерген адамда дәл сіз сияқты онлайн бизнес құратын болады. Онлайн бизнес құрғанда сіз қай жерде ұтасыз? Біріншіден, сіз онлайн бизнесте өзіңізді, жеке басты өзіңізді, сіз қандай адам екеніңізді бүткіл әлемге сіз көрсете аласыз. Өйткені сізді осы онлайн арқылы қаншама мыңдаған, миллиондаған адам көруі мүмкін. Басында олай болмайды. Басында, мысалы, 1 ай, 2 ай, 3 ай, сіз егер күнделікте сол нәрсені қайталайтын болсаңыз, 1 ай, 2 ай, 3 ай сізде результат болмайды. Себебі сізді халық танымайды әлі. Халық тани бастағаннан кейін, кішкене ары қарай, сіз дамай бастағаннан кейін, адамдар сізге қарай тартыла бастайды, ұмтыла бастайды. Сіздің сабағыңызды алғысы келеді, сізден үйренгісі келеді, сіз қайда болсаңыз сонда жүргісі келеді. Дәл солай. Енді мен өзім бірінші рет естігенде, мысалы, ешқандай звоноксыз бір адамға звондамай, сен ертең үлкен ақша табасың дегенде мен сенген жоқпын.
шын мен сенген жоқпын. Олай мүмкін емес, сетевойды біз олай құра алмаймыз, олай болуы мүмкін емес деп ойладым. Бірақ та қазір мына біздің заманымыз өзгеріп жатыр ғой. Қазір технология өзгеріп жатыр, мысалы, система өзгеріп жатыр, иә? Мысалы, адамдардың көзқарасы өзгеріп жатыр. Сол сияқты мына интернет, сетевой маркетингінің де системасы дәл солай өзгеріп жатыр. Ол список знакомых, ол қоңырау шалу, ол біреуді офисқа шақыру, біреуді мәжбүрлеу, уговаривать ету, впаривание деген нәрселер бар, иә? Олардың бәрі ол 90-2000 жылдардағы сетевой системаның, сетевой маркетингінің системасы, былайша айтсаңыз. Ал қазір жаңа технологияның артында сіз адамдарға жаңадай адамдарды уговаривать емес, адамдар сізге, өзіңізге шығу керек, личкаңызға. Мен кеше бір мықты бір сетевичканың несін көрдім, страницасын. Енді мен өзім живой көрдім. Көрсеңіз, бір күнде қаншама адамдан ұсыныс келіп отыр. Что за бизнес? Бұл бизнеспен қалай айналысамыз? Не істеуім керек? Қайда баруым керек? Сенімен жұмыс істеуім үшін мен ақшаны қайда салуым керек, қалай бастауым керек деген сияқты күнделікте 20-30 адамнан осылай ұсыныс сообщениялар келіп отыр. Қалайсыздар ма сіздерге дәл осылай болған? Ал біз не істейміз? Біз наоборот спам етеміз, спам тастаймыз, рассылка тастаймыз адамдарға. Менде сондай мүмкіншілік бар, менде ондай продукта бар, менде ондай, менімен істесең үйтесің, бүйтесің, түйтесің деген біз рассылканы тастаймыз. Бірақ адамдар оны қалап отырған жоқ қой. Адамдар ол қажет емес, адамдар оны түсінбей отыр не екенін. И біріншіден ойлайды ол лохотрон, өтірік. Адамдардың ойлайтыны. Біз дәл солай адамдарға жеткізіп бере жатырмыз бұл сетевой маркетинг системасын. Жаңағыдай жалбарыну керек, жабысу керек, жаңағыдай не дейді, уговаривать ету керек деген сияқты мида сондай негатив пайда болып жатыр адамдарда қазір. Ал егер сіз өзіңізді сетевойда, интернетта өзіңіздің личностный ростыңызды дамытып, как өзіңізді бренд есебінде дайындайтын болсаңыз, адамдар сізге қызыға отырып, сіздің именно личностыңызға қызыға отырып, сіздің соншалықты бір жетістікке жетіп тұрғаныңызды көре отырған адам міндетті түрде сіздің командаңызға қосылады ол адам. Түсініп отырсыз ғой? И ол адам дайын келеді. Дайын бол. Уже ол маркетинг естіді, ол уже көрді, білді, түсінді, үйренді. Я бәрін біліп тұрып сізге дайын кандидат, дайын партнер есебінде сіздің командаңызға келетін болады. Ондай адамдар уже 5-звездочный адам, 5 жұлдызды адам деп аталады. 5 жұлдызды адамдар қазір таңда өте көп. Бірақ біз оларды іздеп емес, олар бізді іздеп табу керек. Егер де сіз сондай бір жетістікке жеткен бір өзіңіздің бір нәтижеңізбен, результатыңызбен көзге көрінетін болса, ешқандай звоноксыз, ешқандай список знакомых жазбай, ешқандай ол адамдарды шақырмай біз бизнес құра аламыз. Список знакомых ол сізге как қазір күнде дополнительный, қосымша. Бірінші орында тұратын нәрсе емес қазір список знакомых жазу, сізде бірінші орында тұрмайды ол. Ол дополнительный, қосымша. Егер де қалайым солай істеймін десеңіз, қосымша істей бересіз. Бірақ та қазір бірінші орында бізде онлайн система. Яғни онлайн маркетинг. Біз соны дамытуымыз керек. Онлайн маркетингді егер сіз өз алдыңызға мақсат ретінде қоятын болсаңыз, сіздің бизнесіңіз бұрынғыда 2 жыл, 4 жыл, 5 жылда емес, 3 ай, 5 ай, 6 айдың арасында сізде бизнес үлкен дәрежеде жүре бастайды. Түсіндіңіз ғой, үлкен дәреже жүре бастайды. Сондықтан онлайнды біз бірінші орынға қойып, ана список знакомых офлайнды екінші орынға қоятын болсақ, міндетті түрде біз тезірек нәтижеге жететін мүмкіншілік бар екен қазір таңда. Енді қараңыздар, ең бірінші орында бізге не керек онлайнмен жұмыс жасау үшін? Бірінші бұл Instagram. Instagram керек бірінші, екінші YouTube керек, үшінші Facebook, ВКонтакте, Telegram, WhatsApp ары қарай кете береді. Бірақ та Instagram мен YouTube'ты егер жақсылап меңгеретін болсаңыз, мысалы Instagramның өзіне қаншама меңгеретін нәрсе бар. Мысалы, ол да таргетинг жасау, мысалы, былайша айтқанда хэштегтің өзінде әңгіме үлкен, мысалы, хэштег, мысалы, біз именно аккаунтты қалай создавать етуіміз керек, аккаунтты қалай біз дұрыстауымыз керек, чтобы келген адам, сіздің аккаунтыңызға келген адам сізді көріп, оқып, үйреніп, и сізге подписка жасайтындай біз аккаунтты дайындауымыз керек. Сол кезде сіздің Instagramыңыз жұмыс жасайтын болады. Түсінікті ғой, Одан кейін YouTube.
мына YouTube канал бұл өте маңызды бір бизнесте қазіргі таңда маңызды бір каналдардың бірі. Өте бізге тез аудитория, целевая аудитория дейді ғой, целевая аудиторияны жинап беретін именно бізде YouTube болып есептелінеді. Себебі сіз YouTube-қа жазған кезіңізде видеоның астына жазасыз ғой, мысалы, сетевой маркетинг жаңа технология, мысалы, сетевой маркетингмен қалай жұмыс жасау керек. Дәл солай өзіңіз описание жаздыңыз ғой. Именно соны сетевиктер в основном қызығатын адам, сол сетевой маркетингге түсінетін адам ғана соған кіреді. Мысалы, кез келген адам сетевой маркетингге кіре бермейді, мысалы. Дәл солай сізде аудитория жинала бастайды, целевая аудитория. Яғни біздің целевой аудиториямыз кім? Олар міндетті түрде сетевиктер и олар предпринимательдер, кәсіпкерлер. Сол сетевик пен кәсіпкерлер бізді егер постоянно көріп бізді бақылап отыратын болса, ертең именно сол адамдар сізге ақырындап бизнесіңізге келе бастайды. Енді егерде осы онлайн бизнесті біз дамытатын болсақ, мен айта аламын сіздерге, онлайн ретінде бизнес құратын болсаңыз, егер сіз новичок болдыңыз, или болмаса сетевик болып, сізде 1-2 жыл, 3 жыл тәжірибеңіз бар, бірақ та результат жоқ. Мысалы, просто өзіңізді алдап жүрсіз, болып қалады, міне, міне. Енді спонсорларыңыз мысалы айтуы мүмкін, ойбай, әрекет жасады, туда деген әңгімені айтуы мүмкін, Мысалы, ол спонсор, мысалы, спонсорды құрметтеу керек. Спонсорға всегда спонсормен жақсы отношениеде болу керек. Себебі ол кісі сізге бұл бизнесті көрсете алды. Ол кісіге өмір бойы рахметіңізді айтып жүріңіз. Бірақ та қазір мына жаңалыққа қарай біз өтуіміз керек. Мысалы, компаниялар жылдар бойы өзінің маркетинг планын өзгертпейді. Айтушы еді біздің спонсорларымыз. Не надо изобретать велосипед. Дұрыс. Ешқашан жаңа велосипед ойлап оны құрастыруын қажет жоқ. Дайын бәрі тұр. Ол не? Ол компанияның маркетинг планы, ол компанияның мысалы продукциясы, ол компанияның мысалы политикасы, ол компанияның мысалы ұйымдастыратын семинарлары, олар бәрі дайын тұр. Оларды ойлап, оны өзгертіп, туда-суда қажет емес. Тек қана сіз мысалы өзіңіздің осы бизнесті қалай ақша табатын жолыңызды өзіңіз қарастырмасаңыз, компания сізге оны үйретпейді. Компанияға қызық емес, сіз қалай ақша табасыз, қалай товарооборот жасайсыз, қалай продукцияны өткізесіз, қалай адам регистрация жасайсыз. Компания ол мүлдем қызық емес. Компанияның мақсаты товарооборот жасау. Оны сіз қалай жасайсыз, оны тек қана өзіңіз білесіз. Сондықтан қазір бізде жаңа ғасыр болғандықтан, 21-ші ғасыр болғандықтан, қазіргі жаңа технология өзгеріп бара жатқандықтан, біз, бизнесті өзіміз қалай құрудың қаншама команда келіп, қаншама команда кетті. Не үшін? Өйткені олар мен үшін келген жоқ. Олар просто продукция үшін келді, көрді, ұнамады, солай кетті. Ал одан кейін мен ойлана бастадым, не үшін бұлай бизнес болып жатыр? Не үшін қазіргі таңда біз бизнесті солай құрмаймыз, чтобы адамдар біздің алдымыздан кете алмай қалатындай. Привет, Жахан. Вот. Содан кейін мен ойлана бастадым и жаңа технологияны үйрене бастадым. Қазір онлайн дамып бара жатыр, интернет дамып бара жатыр. Не үшін біз через интернет жасамаймыз? Не үшін бізді через интернет адамдар танымайды? Мысалы, қазір мені көпшілік айтады, сені көрмейтін болдық қой, сені тек қана инстаграмнан көретін болдық. Мен инстаграмнан көру керек халық. Не үшін? Потому что мен қалаймын бір прямой эфирде мені жүздеген, мыңдаған адам көргенін. Или болмаса бір YouTube каналға шығарған кезде мені 100 мыңдаған, миллиондаған адам көргенін қалаймын. Себебі я этого хочу. Түсініп отырсыздар ма? Сіздерде дәл солай егер соны қалайтын болсаңыздар, сіздерде дәл солай жұмыс жасауларыңыз қажет. Сонда бизнестарыңыз 10 есе, 100 есе тез амалға аса бастайды, орындала бастайды. Түсіндіңіздер ғой? Значит, бізге қазір таңда бірінші орында не қажет? Instagram, YouTube и Facebook. Осы 3 социальный сетті жақсылап меңгеретін болсаңыздар, сіздер құра аласыздар. Маған әртүрлі адамдар сұрақ қояды. Оны да үйрену керек қой онлайнды. Қалай үйренеміз, не істейміз деген сияқты сұрақтар қояды маған. Мысалы, мен сіздерге айтайын бір нәрсе. Мысалы, мектеп оқыдыңыздар барлықтарыңыз, Мектеп мысалы 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші, 11-ші классқа дейін оқып бітірдіңіздер мектепті. Мысалы, сіз 5-ші класстан 6-ші классқа өткен кезде сіз айтпайсыз ғой,
6 класста үйренуім керек па тағы, 5 класста оқып қойдым ғой, соның сабағын өте берейік та деп айтпайсыз ғой, дұрыс па? 6 класста жаңалық па, жаңалықты үйренесіз. Мектеп бітірдіңіз ба? Мектеп бітіргеннен кейін университетке түстіңіз ба? Университетте ол жерде басқа система. Ол жердің оқуын қайттан оқуыңыз керек, қайттан үйренуіңіз керек. Не үшін? Ол жаңалық. Түсініп отырсыз ғой, дәл солай. Мына интернетте қазір сіздің бизнесіңізде ол жаңалық есебінде. Сіз қатып қалмаңыз. Офлайнды да істей беріңіздер, бірақ бірінші орынға қазір онлайнды қойыңыздар. Қанша тез онлайнды үйренесіздер, соншама офлайн ақырындап өзі шығып кете береді. Содан кейін сіз любой уақытта, өзіңіз қалаған уақытта демалып, қалаған уақытта жұмыс істеп, сіздің видеороликтеріңіз, сіздің таргетинг жасаған рекламаларыңыз, сіздің посттарыңыз, сіздің контенттарыңыз, күнделікте сіз үшін 24 сағат бойы жұмыс жасайтын болады. Енді офлайнмен сізді мысалы бүткіл мемлекет, бүткіл әлем тани алмайды, түсініп отырсыз ба? Вот, пожалуйста. Ал онлайн арқылы сізді әлем тану мүмкін. Қаншама мемлекеттерден сізді көруі мүмкін. Может, сіз қазақсыз, может, орыссыз, может, өзбексіз, разница жоқ. Сізді түсінетін адам барлық жерде бар. Түсініп отырсыз ғой, солардың бәрі сізді көріп, бақылай отырып, ары қарай бизнесті сізден үйрене бастайды. Егер де қаласаңыздар 3 айдың көлемінде, мен сіздерге уәде бере алам, айына 1,5-2 мың доллар көлемде ақша табуға мен мүмкіншілік беремін сіздерге. 3 айдың көлемінде. Егер де сіз сетевик болып, қазір бір компанияда жұмыс жасап отырған болсаңыз, разница жоқ. Мен айтпаймын, менің командама қосыл, менімен бірге жұмыс жаса. Мен просто сіздерді үйретемін. Это бесплатно. Просто бесплатно болғанда сіздер ойламаңыздар, барлығы бесплатно екен, мен үшін жүгіріп, желіп, менің қасында жүреді. Жоқ, олай емес. Енді мен үйреткен кезде просто жолын көрсетем, не істеу керек, қалай істеу керек екен, бірақ оның ішіне кірмеймін, егерде ол бесплатно болса. Вот. Оған әрекет жасамайды. Сондықтан, егерде действительно ішінен бәрін от и до, мына адам бастап яға дейін полный үйренем десеңіздер, ол жерде уже кішкене платный. Вот. Ал просто так не екен білгілеріңіз келетін болса, мен оны отдельно, егер маған директке жазатын болсаңыздар, или личкаға жазатын болсаңыздар, через WhatsApp, через директ, разница жоқ. Хочу консультацию деп жазатын болсаңыздар, мен сіздерге связға шығып консультация бере аламын. Егер де действительно менімен жұмыс жасаймын десеңіздер, ход новичоктар болсын, ход сетевиктер болсын, разница жоқ. Мен сіздерді тегін 3 айдың ішінде айына 1,5-2 мың доллар кем дегенде жалақы табуға үйрете аламын. Мен оған гарантия беремін. Сондықтан, құрметті достар, құрметті сетевиктер, ойланыңыздар, әрекет жасаңыздар, әлі де бір жерде қатып қалмаңыздар, дамыңыздар, развивайтесь, дами беріңіздер, білім ала беріңіздер, одан ешкім кемесіз, міндетті түрде, құрметті достар. Сіздермен Шерзат Мұратович болды. Егерде қандай да сұрақтарыңыз болатын болса, директке жазыңыздар, личкаға жазыңыздар. Кім егер 3 айдың көлемінде жақсы жалақыға шығып, 1,5-2 мың доллар жалақыға шығып, сетевойда бір результат шығарам десеңіздер, маған директке, личкаға хочу консультация деп жазыңыздар. Мен сол кезде сіздерді мен группаға қосып, сол жерде сіздермен консультация өткізетін боламын. Ертең көріскенше сау болыңыздар. Пока-пока.